Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі айтылатын уағызымыздың тақырыбы үйленгенді Алла байытады. Дәстүрлі қазақ танымында жалғыздық бір Аллаға ғана жарасқан деген қасиетті ұғым бар. Жаратылыстың бәрі де жұп-жұбымен жаратылған білеміз. Адам да бұл мәселеден тысқары емес. Өйткені ер мен әйел бір-біріне мұқтаж етіп жаратылғандықтан үйлену сонау адам атамен Хауа анамыздан бері келе жатқан табиғи құбылыс. Бойдақ кезде үйдің де түздің де керек жарағы шамалы. Жалпы үйленгеннен кейін жұмыстарын ерлі-зайыпты бір-бірімен өзара бөлісіп, бір-біріне тірек болады. Шаңырақтың жауапкершілігін сезініп, жинақылықпен бір-біріне деген жүйелілікке үйренеді. Үйленген жұптың әрқайсысының бойында жаңа қабілеттер ашылады. Іскерлігі артып, бір-бірінің кемшіліктерін толтыратын сөзсіз. Өзіміздің қазақи тілмен айтқанда, екі жарты бір бүтін болып, бұл жалғанның өмірдің жаңа бір белесіне аяқ басады. Жастардың үйленуімен бірге ата-аналары бір-бірімен танысып, құда жекжат болады. Қазақта бір қанатты сөз бар. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деп жақыннан сыйласады. Келін түскен жерінің қызындай болады. Ал күйеу бала керісінше қайын жұртына ұлдай сіңісіп ұлдай болатыны сөзсіз. Әке шешесінің қатарына атасы мен енелері қосылады, жанашырлары көбейе түседі. Жалпы туысқандары арқылы адамның өрісі мен қолы ұзарады. Жақын адамдардың көбеюімен жүктері сәл де болса жеңілдейтіні сөзсіз. Қазақта және бір қасиетті сөз бар. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп жатамыз. Өйткені шаңырақ құрғаннан кейін адамның еңбекке деген құлшынысы артады. Алла Тағала қасиетті Құранда Нұр сүресінің 32 аятында былай деп баяндайды. Егер олар кедей болса, шаңырақ көтергеннен кейін Алла Тағала оларды шексіз өз шарапатымен байытады дейді. Шаңырақ құру жастарды байсалдылыққа, сабырлыққа, төзімді болуға тәрбиелейді. Үйлену арқылы адам баласы өзін түрлі күнәлардан сақтайды. Бұл турасында Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Уа жастар, араларындағы үйленуге шамасы жететіндер үйленсін. Себебі көз зинасынан да, іс әрекетпен жасалатын зинадан да ең күшті сақтану жолы бұл үйлену" деген. Бұған шамасы келмегендер ораза тұтсын. Себебі ораза олар үшін қорған деп кеңес берген. Сол себептен де үйлену бұл үлкен адам баласына жауапкершілікті жүктейді. Жалпы өмірдің бір қызығы қазақ атамыз бала деген. Мына қамшының сабындай қысқа ғұмырда жаманды жақсылы күндерді өзіңмен бірге бөлісетін өмірлік жолдас табуды бір бақыт десек, сол бақыттың ортасынан пайда болатын ортақ сәбидің дүниеге келуі бұл да Алла Тағаланың екінші бір сыйы деп түсінгеніміз абзал. Өйткені дүниеге әкелген перзенттері есейе келе өздерінің қол қанаттарына айланып, өздерін мәпелеп өсіргендей қартайған ата мен анасын өздерін жақсылап күтім шығаратыны сөзсіз. Жалпы ешқандай кедергісіз үйленбеу бұл адам табиғатына, Алла Тағаланың заңына қайшы тірлік. Себебі Алла Тағала Құранда Бақара сүресінің 187 аятында: "Сендерді бүркейтін, күнәдан тыятын, шаттыққа бөлейтін және көрікті қылатын киім секілді әйелдерім. Сендер де олар үшін сондай секілдісіңдер" деп баяндайды. Әйел адам ол ерінің аманаты. Демек, әйел күйеуінің, күйеуі әйелінің қажетіне жарап, бір-бірлерінің кемшіліктерін толықтырып, көзімен де, көңілімен де басқаны іздемейтіндей бір-біріне пана болатындай, яғни қосағымен қосағаратыны да сондықтан. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Үйлену менің сүннетім. Кімдегім менің сүннетімнен бас тартса, менің үмметімнен емес" деген. Үйленіңдер, өйткені басқа үмметтердің алдында сендердің көптіктерің мен қияметте мақтанамын деген. Міне сол себептен де Алла Тағаланың разылығын мақсат тұтып, үйленген жұптың отбасылық өмірі терең мәнге ие. Олардың әрбір іс әрекеті құлшылық жасағандай сауапқа кенелтеді. Неке қиылған уақыттан бастап ер адамға отағалық, жас келіннің мойнына әйелдік міндеттер сонау ислам келгеннен бастап жүктелген. Алла Тағала осы айтылған уағыз насихаттарға амал қылуды нәсіп етсін.